Математика 3 sınıf номер 142 сабақ. 9 есепте. Сабақтың тақырыбы ішкі жиын. Тапсырма 1. Суреттерге қара. Оларда не бейнеленген? Оларды қандай екі жиынға бөлуге болады? Тапсырманы қима қағаздардың көмегімен орында. Сіздерге берілген ауа райы құбылыстарының жиыны мынау, жатады. Ал күйіндер жиынына мынау жатады. Келесі тапсырма 2. Екі жиындарға қара, оларды атау бер. Екі жиын элементтерінің ортақ қасиеттерін анықта, оларды қалай бейнелеп көруге болады? Ереже. Яғни міне бір таңбалы жұп сандар А жиыны. Бір таңбалы сандар В. В себебі А жиынының бір элементі В жиынына тиісті. А жиыны В жиынының ішкі жиыны болып табылады. Тапсырма 3. Тапсырма 3-ті былай жазамыз. Астына қаран бүркіт құмай, В-сына қаран бүркіт торғай бұлбұл А, В. Кесте. Көшір. Келесі тапсырма 4 жиын. Атлант, үнді, тынық мұхиттар, жайық, іле, ертіс, шу өзендер, су теңіздер, көлдер, өзендер, мұздықтар, мұхиттар, су ресурстары, А-сы, В-сы. Тапсырма 5. Тапсырма 5. А, 3, 15, 17, 23, 27, 30 және 32, В, 15, 27, 32, В, А. В жиынына 15, 27, 32 жатады, ал қалған А жиынына 3, 17, 30, 23 жатады. Тапсырма 6. Тапсырма 7.